Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Біз жолдасым екеуміз ұлымызға арнап осындай сухой бассейнді өз қолымызбен жасап берген болатынбыз. Ұлымызға қатты ұнады, қуанып ойнап жүр. Сіздер де осындай бассейнді өзіңіздің балапандарыңызға жасап беріңіздер. Бүгін осы бассейннің жасалу жолын сіздерге үйрететін боламыз. Мендегі сұрақ көбіңізде болатын шығар. Бассейнді бір орыннан басқа орынға ауыстырған кезде ішіндегі өпкісі түсіп кете ме деген. Бұны жасау барысында оның осындай дөңгелек материалды бөлек тігетінімізді үйрендім. Сіздерге де видеомда үйрететін боламын. Және үстінен осындай жұмсақ көпкімізді салатын боламыз. Балдарыңызға өте жұмсақ болады және орын ауыстырған кезде де ішіндегі көпкісі түсіп қалмайды екен. Ең алдымен бізге осындай губка қажет болады. Бұл губканың қалыңдығы 5 см, ені 1 метр, ал ұзындығы 2 метр. Осындай стандартты размерде сатылады. Келесі бізде трикотаж матамыз қажет болады. Бұл бізде двухнитка трикотаж, міндетті түрде двухнитка түрінен алыңыздар. Бұның корейский, турецкий түрі болады екен. Мен корейский деген түрін алған болатынмын. Бұл созылмалы мата. Бізде ені 1,80 м, 2 метрлігі де болады. Ал ұзындығын 3,5 метр қылып аласыздар. Одан соң бізге 1 метрлік сызғышымыз қажет болады, немесе 50 сантиметрлік те жарай береді. Одан кейін бізге осындай момент кристалдың клейі прозрачный түрінен 4 данасы қажет болады, кішкентай түрінен. Ал үлкен түрі болса 2 данасын алсаңыздар болады. Келесі бізге матамызға түстес замок алатын боламыз. 1 метрлік 2 замок аламыз. Одан кейін поролонға сызу үшін маркеріміз қажет болады. Қайшымыз, матаға түстес жібіміз, матаға сызу үшін борымыз немесе матаға арналған қалам. Одан кейін односторонний лапкамыз. Және осындай канцелярский нож дейміз, немесе резак қажет болады. Және тігу үшін тігін машинкамыз қажет. Ең алдымен поролонымызды қиып алатын боламыз. Бірінші ені бойынша біз 40 см өлшеп, барлық 2 метр бойына 40 см етіп өлшеп, ұзыннан сызық сызып аламыз. Сонда бізде бір деталь 40 см, 2 метрлік бір деталіміз дайын болады. Жаңағы сызған сызығымызға сызғышымызды қойып, 1 метр өлшеп алатын боламыз. Ал ені бойынша тағы да 40 см аламыз. Сонда бізде екінші бөлігіміз 1 метрде 40 см деталіміз шығатын болады. Поролонымыздың қалған бөлігіне радиусы 45 см болатын шеңберді сызатын боламыз. Ол үшін ең бірінші радиусын тауып аламыз. Сол радиусы арқылы екі жаққа түзеу сызық сызып алатын боламыз. Сол сызық арқылы біз сызғышымызды циркуль секілді пайдаланып, әрбір жерден 45 см өлшеп отырып, шеңберімізді сызып алатын боламыз. Бұл жерде бізде шеңбер түгел шеңбер болып шықпайды, жарты бөлігі жоқ болады. Жарты бөлігін қалған поролонымыздан қиып алатын боламыз. Енді осы белгілеген нүктелеріміздің бәрін бір-бірімен қосып шығатын боламыз. Осы жерде сіздерге айтарым, сызуды жақсы білетін, жанға сыздырғандарыңыз жақсы. Егер өзіңіз жақсы сызатын болсаңыздар, өзіңіз де сыза аласыздар. Мен өзім сызуға жоқ болғандықтан барлығын жолдасым сызып берді. Және сіздерге түсінікті болу үшін поролонның үстіне барлық қанша метрден қолданғандарымызды, қанша сантиметрден қолданғандарымызды жазып кеткен болатынбыз.
Енді осы сызған бөліктерімізді жаңағы канцелярский нож дейміз бе, резак дейміз бе, сонымен жақсылап түзу етіп бөліп алатын боламыз. Бұл жерде қисайып кетпеңіздер, себебі сіздің бассейніңізде ол байқалып тұратын болады матадан. Сондықтан барлығын түзеу бөлуге тырысыңыздар. Енді шеңберіміздің қалған бөлігін осындай қалған паралонымызға өлшеп, оны да бөліп алатын боламыз резагымыздың көмегімен. Бұл жерде тағы да түгел шықпайды, тағы да поролонды қосып, толықтай шеңбер жасап алатын боламыз. Біздерге 2 поролон алуға да болады, бірақ сіздерге ол қымбат шығып кетеді. Себебі поролонның өзі маған 5000 теңгеге шыққан болатын. Басқа қалаларда қандай суммада екенін білмеймін. Біздерге осы бір поролонды қолданған экономны болады. Төменге қарай өлшеген кезде радиусын 45 сантиметр етіп өлшеп точкалап отырасыздар. Сол арқылы біз маркерімізбен қосып, содан кейін бөліп аламыз. Енді осы шеңберімізді бір-біріне біріктіру үшін осы момент клейімізді қолданатын боламыз. Бізге осы 2 момент клей кеткен болатын. Bir шеңберге міндетті түрде осындай момент клейді алыңыздар. Басқа клейлар бұл сияқты жұмсақ болмайды. Қатқан кезде, бала үстіне отырған кезде оның клейланғаны байқалмайды және мықтырақ қататын болады. Поролонымызға клейімізді жағып алғаннан кейін осылай 5-10 минут біз өзіміз ұстап тұратын боламыз. Сол кезде клейіңіз жақсы жабысатын болады, поролондар бір-біріне жақсы бірігеді. Бір бөлігіміз кепкеннен кейін екінші бөлігімізді де дәл солай қайталап 5-10 минут ұстап тұратын боламыз. Міне осылайша тұтас шеңберіміз дайын болды. Енді қалған ұзын бөліктерін де дәл осылай екі жағына қалған 2 клейімізді жағып біріктіретін боламыз. Міне осылайша бассейніміздің 2 бөлігі дайын болды. Енді сыртқы бөлігіне маталарын қиятын боламыз. Матамыздың ұзындығы 3,5 метр деп айтқан болатынмын, ал ені 1,80 м болатын. Осы 1,80 м тұсынан бір-біріне алдыңғы жағын ішке қарай қаратып, сыртқы жағымен осылай төсеп алатын боламыз. Және осы дөңгелек шеңберімізді бір шетіне қойып, борымызбен немесе матаға арналған қаламыңызбен бастырып алатын боласыздар. Бұл жерде шеңберіміздің диаметрі 90 см, сол 90 см бойынша артық алмаймыз. Осылай қиып алатын боламыз. Сонда біздерде 4 шеңбер шығатын болады. Шеңберлерімізді қиған уақытта осындай инелермен бір-біріне біріктіріп алған болатынмын, түзеу қиылу үшін. Ал қалған матамды шеңбер қиған тұсын түзеу етіп қиып тастап, осылай ұзынан жайып алатын боламыз. Дәл басындағыдай осылай бір-біріне бірігіп тұрған тұсынан, кромка тұсынан біз 80 см-ді ұзындығы бойынша өлшеп алатын боламыз. Және артық бөлігін қиып тастаймыз. Бізге артық бөлігі қажеті жоқ. Бізде 80 см-лік 2 бөлік шығатын болады. Сіздерде бұл жерде ұзындығы 1,60 м немесе 1,65 м қалуы керек. Менде 1,65 м қалған болатын.
Енді осы екі бөлігімізді ені бойынша 80 см тұсынан 1 см-ге машинкамыздың көмегімен түзеу тігіспен тігіп алатын боламыз. Неге екі бөлігімізді осылай біріктіріп тігіп алдық. Енді бізде осындай ұзын деталь шыққан болатын. Осының артық бөлігін біз қиып тастайтын боламыз. Бұл жерде бізге 2 метр 82 сантиметр қажет болады. Қалған бөлігін осылай сызып қиып тастайсыздар. Бізде осындай қалған бөлігіміз 2 метр 82 сантиметрімізді бір-біріне дәлме-дәл біріктіретін боламыз. Және шетін тағы да 1 сантиметрден тігіп алатын боламыз. Сонда бізде шеңбер тәрізді бөлік шығатын болады. Неге шеткі бөлігін 1 сантиметр қылып тігіп алдық. Ашқан кезде міне осындай шеңберіміз дайын болды. Енді осындай бір-біріне оң жағымен жатқан шеңберіміздің бір шетіне замогымызды орналастырып алатын боламыз. Сіздерге басында айтқан болатынмын, бізге 2 замок қажет деп, бір замокты осы жерге қолданатын боламыз. Осындай төменгі темір тұсын біз қиып алып тастаймыз. Және замогымызды ішке қаратып, бір шетін белгілеп алып, сол бойынша односторонний лапкамызбен машинкада тігіп аламыз. Ал қалған ашық бөлігін 1 сантиметрде түзеу тігісте тігіп жіберетін боламыз. Ал осындай екі шеңберіміздің біреуін осылай алып аламыз. Одан кейін дәл ортасын тауып, ортасын қайшымен 2-ге бөліп қиып алатын боламыз. Бұның ортаңғы бөлігіне біз екінші замогымызды орналастырамыз. Байқап отырғандарыңыздай, замогымыз бұл жерде бізде ұзындау. Сондықтан замогымыздың жарты бөлігін қиып тастаймыз. Және матамыздың түгел ұзындығы бойынша емес, екі жанына осындай мен видеода да көрсеткендей етіп бөлікті тастап кететін боласыздар. Енді жаңа ортасын қиып тастаған бөлігіміздің екінші жақ шеңбері бар. Оны осы дөңгелек бөлігімізге бір-біріне оң қаратып, шеттерін инемізбен біріктіріп алып, 1 сантиметрде тігіп шығатын боламыз. Бұл жерде келмейді деп ойламаңыздар, өйткені трикотаж матасы созылады. Сондықтан бір-біріне дәлме-дәл келетін болады. Бұл бөлігіміздің екінші жағына дәл осындай етіп, қақ ортасынан бөлген шеңберімізге замогымызды тағып алғаннан кейін дәл осылай 1 сантиметрде тігіп шығатын боламыз. Бұл жерде мен жаңағы қақ ортасынан бөлінген шеңберді тігіп жатырмын. Осы шеңберге замокты орналастырып болғаннан кейін біз жаңағы үлкен шеңберіміздің екінші бөлігіне осы деталімізді қосып тігіп алатын боламыз. Матамыздың шет жақтары ашық қалды. Ол жерді 1 сантиметрлікте түзеу тігіспен тігіп шығатын боламыз. Шеңбер сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бір жағына тұтас шеңберді, екінші жағына ортасы бөлінген замогы бар шеңберді орналастырып алдық. Ал бір-біріне қарама-қарсы жатқан шеңберге бір шетіне замок орнатып, қалған бөлігін 1 сантиметрде осылай түзеу тігіспен тігіп шығатын боламыз. Бұған біз дөңгелек поролонымызды кигізетін боламыз. Барлық бөліктеріміз дайын болғаннан кейін осы матамыздың ішіне поролонымызды орналастыратын боламыз. Бұл жерде бір адамға бітетін іс емес, сондықтан қасыңызға міндетті түрде көмекші алып алыңыз. Біз жолдасым екеуміз осылай орналастырған болатынбыз. Егер де сіздерде матаңыз созылмай, поролоныңыз дәлме-дәл сыймай жатса, қорықпаңыз. Поролоныңыздың бір шетін қиып жіберіп, кішкене бөлігін қиып алып тастауларыңызға болады. Бізде осындай
болып шықты. Астыңғы бөлігі де, ішкі бөлігі де осындай дәл келген болатын. Ал енді ішкі бөлігіндегі поролонымызға жаңағы бір жағына замокты тіккен деталімізді кигізетін боламыз. Міне осындай болып дайын болған болатын. Енді бұны бассейніміздің ішіне жақсылап салып орналастыратын боламыз. Осылайша біздің сухой бассейніміз дайын болды. Сіздерге видеом ұнады деп ойлаймын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийда жазып, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен мен аяулым Марыз қызы. Алған білімдеріңіз қайырлы болсын.